Сәлем қыздар, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге осындай керемет нәзік болып жасалатын, үш-ақ қана жұмыртқадан жасалатын махаббат тортының рецептін бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Ең алдымен керекті 3 жұмыртқамызды солай жарып аламыз, және де оның үстіне бір кесе шекерін салып, жақсылап блендермен араластырып аламыз. Блендермен жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде бізде осындай қою масса болу керек, және де светі осындай ақшыл свет пайда болу керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай қою ақшыл болады. Одан кейінгі кезекте бізге бір кесе ұны керек болады. Осы бір кесе ұнымыздың үстіне осындай қопсысқышымыздың 10 граммын қосатын боламыз. Яғни шай қасықпен қасық жарым. Одан кейін тәтті дәм беру үшін осындай ванилин қостым. Жақсылап барлығын араластырып алдым. Жақсылап барлығын араластырып алғаннан кейін осы начинкамыздың үстіне осындай сүзгінің көмегімен барлығын сүзгіден өткізіп шығатын боламыз. Себебі бізде қамырымыз өте биік, күшті болып пісіп үшін осылай міндетті түрде сүзгіден өткізіп алыңыздар. Одан кейін осындай насешкамның көмегімізбен астынан үстіне қарай дәл видеодадай араластыратын боламыз. Яғни қатты араластыруға болмайды. Осылай жаймен ғана осылай барлығын толық ұнымыз араласқанша осылай араластырып шығамыз. Ендігі кезекте осындай ыдысымызға, жүрекше ыдысымызға кремімізді құятын боламыз. Дайын тұрған қамырымызды жан-жағына мен сарымай жағып дайындап қойдым. 180 градус температурада 25-30 минутқа пісіріп алатын боласыздар. Міне осындай менде бөп-бек болып шықты. Ендігі кезекте осылай жан-жақтарын екіге бөлемін. Жан-жақтарын осылай пышақпен тіліп шығамын. Одан кейін жіптің көмегімен осылай өткізіп алатын боламын. Міне достар, екіге бөліп алдым. Дәл осындай жіппен дәл ортасы теңдей бөлінеді. Одан кейін ары қарай кремімізді жағып, ары қарай өз қалауларыңыз бойынша осындай әрлейтін боласыздар. Кремнің жасалу жолы менің YouTube каналымда бар, көрсеңіздер болады. Тек қана сливки мен сахарный пудрамен жасалған, өте тәп-тәтті, дәмді болып шығады. Міне осылай ары қарай ортасына кремді жағып, үстіне тағы келесі қамырымызды қойып, міне ары қарай қалғанын жағып, одан кейін үстіне осындай күшті тәтті шоколадты осындай чүркідің өткізіп бетіне жасап жібердім, және де ортасына осындай қағаздан жүрек салып алдын ала орналастырып қойдым. Ары қарай холодильникке қоясыздар. Міне достар, тортымыз дайын, өте нәзік, тәтті болып шығады. Жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Рахмет, сау болыңыздар. Ас болсын.